Сәлем баршаңызға, бүгін сіздермен жұмсақ шоколад қосылған булочкилер пісіреміз. Ыдысқа жылы сүт, қант, дрожжи, шымшым тұз, ертілген сары май, бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды біртіндеп саламыз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа жібереміз. Көтерілген қамырды 10 немесе 12 бөлікке бөлеміз. Ұн қоспауға тырысыңыздар. Сол кезде булочкилер жұмсақ болады. Әрқайсысын дөңгелетіп алып, осындай форма жасаймыз видеодағыдай. Негізі бұл қамырдан кез келген пішіндегі булочки дайындай берсеңіздер болады. Және де ішіне кез келген начинка қосуға болады. Менде шоколад. Жұмыртқаның сарысына сүт тамызып, соны булочкиге жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25-30 минуттай пісіреміз. Осымен біздің булочкилер дайын. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.